O dыбысы болатын болса, бүгін біз балалар Т дыбысы және әріппен танысады екенбіз. Т дыбысы дауыссыз дыбыс, себебі Т дыбысы созылып айтылмайды. О дыбысы созылып айтатын бе балалар? Иә. О, айтайықшы. О созылып айтылады. Сол себепті ол қандай дыбыс еді? Дауысты дыбыс. На дауысын шығарамыз. Ла. Ну. Ла. Са. Ас. С. Ра. Ор. Ра. Ма. Ла. М. Ну. Уа. Са. Ас. На дауысын шығарамыз. Ла. Ну. Ла. Са. Ас. С. Ра. Ор. На. Ла. Ну. Ва. Са. Ас. С. Ор. Ал. Су. Танысатын Т дыбысымыз біздің Т дыбысымыз дауыссыз дыбыс. Т деп айтқанда созылып жатыр балалар, айтайықшы. Т дыбысы созылмайды. Сол себепті Т дауыссыз дыбыс. Т деген түйін айтайықшы кәні. Түйе. Т дыбысы, одан кейін дауыс түйе. Мынауғана ненің суреті мынау? Тышқан. Не дейміз? Тышқанды буынға бөлейікші. Не себептегі буынға бөлеміз? Себебі бұл сөзден түйе сөз айтайықшы. Қандай сөздерде Т дыбысы кездеседі? Кім айтады? Қол көтереміз. Кәні? Тау сөзі. Тауды буынға бөлеміз. Кәні? Неше буын? Бір буын. Келесі. Фариза. Буынға бөлеміз. Дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Қандай дыбыс еді Т дыбысы? Дауыссыз, қатаң дыбыс еді. Жарайды. Бүгінгі сабақты қалай түсінгенімізді біз кері байланыс жасау арқылы көрсетейікші балалар. Егер бүгінгі сабақты толық түсінген болсақ, мынау көңілді мен бәрін түсіндім деген көңілді смайликке өз белгімізді қоямыз. Жартылай түсінген болсында мына белгіге, түсінбеген болсында мына белгіге, кері байланыс келе қойды балалар. Түсінікті, береке жарайсың. Жақсы.